Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен математика пәнінің 1-90-дағы жиынтық бағалау тапсырмаларына шолу жасайтын боламыз. Есептер саны жалпы 6, жоғары балл 20 балл жиналуы керек. Бірінші нұсқаны қарастырамыз. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Бірінші есептің шарты натурал сандардан тұратын тізбектің қандай заңдылықпен құрастырылғанын анықтап, келесі санды тап дейді, және осы сандардың ішінен құрама сандарды теріп жазуымыз керек екен. Ал бастайық. Бұл жерде беріліп тұрған сандар 17, 16, 14, 11 және келесі сан белгісіз болып тұр. Енді заңдылығын мұқият қарайтын болсақ, анықтауға болады. 17, одан кейін 16-ны азайтатын болсақ, нәтиже 1-ге тең. Ал 16-дан келесі сан 14-ті азайтатын болсақ, нәтиже 2-ге тең. Ары қарай 14-тен азайтамыз келесі сан 11-ді, нәтиже 3-ге тең. Демек, әр келесі саннан азайтылып отырған сан 1-ге артық екен. Демек, енді біз 11-ден азайтуымыз керек келесі сан табуымыз үшін 4-ті. Сонда біздегі келесі сан болады екен 7 саны. Оны анықтап алдық. Жазып қойсаңыздар болады. Ал бұның арасынан құрама сандар теріп жазатын болсақ, бұл тізбектегі құрама сандар 16, 14 сандары екен. Бірінші есепке толықтай жауап бердік. Аяқтадық деген сөз. Екінші есепті қарастырып бастаймыз. Шарты 5-тен 8 бөлшегін аралас сан түрінде, ал 2,5-тен 2 аралас санын бұрыс бөлшек түрінде жазыңыз дейді. Және координаталық сәуледе кескіндеңіз. Ал бастайық. 5-тен 8 деген бұрыс бөлшекті біз аралас сан түрінде жазуымыз керек екен. 8-дің ішінде 5 бір-ақ рет кездеседі. Бөлшектің бөлімі өзгермейді. Ал қалып қойған қалдық 3 жоғарыға алымына жазылады. Ары қарай берілген 2,5-тен 2 деген аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырайық. Ойланбастан бөлшектің бөлімін өзгеріссіз жазамыз. Ал енді алымына есептейміз. 5-ті көбейтеміз 2-ге, қосамыз алымындағы 2 санын. Сонымен 5-тен есептейтін болсақ, алымы 12-ге тең бұрыс бөлшек шығады екен. Сонымен қатар екінші есептің шартында бұл 2 санымызды координаталық сәуледе кескіндеуіміз керек. 2 санның да бөлшектің бөліміне қараймыз. Олардың екеуінде де бөлімі 5 болып тұр. Демек, біз бірлік кесіндіні 5-ке дейін санап, одан кейін 1 және 2, 3-ке дейін алдық. Бұл бүтін бөліктері. Яғни 1 деген жерімізде, сіздер білесіздер, 5 бөлінген 5. Яғни 5-тен 5 деген сан. Ал мына жақта бұрыс бөлшек түрінде жазатын болсақ, 2 деген жерімізде 5-тен 10, келесі 5-тен 15 деген сандар тұр. Аралығындағы сандарды да білесіздер, дұрыс және бұрыс бөлшектер орналасып тұр. Бізге керегі 1,5-тен 3. 1,5-нен ары қарай, демек 3 бірлік кесінді санаймыз, нүктесін бояймыз және координатасын жазып қоямыз. 1,5-тен 3 осы жерде орналасқан деп. Келесі 2,5-тен 2. 2,5-нен ары қарай тағы 2 бірлік кесінді санаймыз және координатасын жазып қоямыз. 2,5-тен 2 деген нүкте осы жерде орналасқан деп. Кескіндедік. Демек, екінші есебіміз де толықтай аяқталды. Үшінші есепті қарастырып бастайық. Шарты тік бұрышты параллелепипедтің ұзындығы, ені, биіктігі беріліп тұр, көлемін тап дейді. Бірден формулалардан біз тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табу формуласын еске түсіреміз. Оның формуласы берілген 3 өлшемінің көбейтіндісіне тең еді, яғни А, Б, С. Енді сан мәндерін алып келіп қояйық. Бізде қараңыздар, беріліп тұр ұзындығы 5-ке тең деп, ені 4-ке тең және биіктігі С әрпімен белгіленген екен. Есептейтін болсақ, мәні 20 С-ға тең болады екен. Бар болған 2 балдық есеп еді, толықтай аяқтадық. Келесі 4-ші есебімізді бастайық. Арифметикалық амал қолданбай-ақ табыңыз дейді. Қосындының бөлінгіштігін және көбейтіндінің бөлінгіштігін. Қараңыздар, қосындыда бізде 27 саны беріліп тұр және 81 деген сандар кездесіп тұр. Екеуінің де 9-ға бөлінетіндігін тексеруіміз керек. Бөліне ме екеуі?
Әрине бөлінеді. 27-ні 9-ға бөлсек мәні 3-ке тең, 81-ді 9-ға бөлетін болсақ 9-ға тең. Екеуі де бөлінетін болса, онда біз жалпы қосынды бөлінеді, яғни я деген қорытындымызды жазып қойсақ болады. Бұл 4-ші есептің асы. Енді б-сын қарастыратын болсақ, ол жерде көбейтінді. 13-ке бөліну керек, көбейтіліп тұрған сандардың ең болмағанда біреуі. Біз білеміз, 26 саны 13-ке бөлінеді. Оны бөлінетіндігін көрсетіп қоямыз, және осы жерде бірден қорытындымызды жазсақ болады. Я бөлінеді деп. Осымен бұл есебіміз де аяқталды. Соңғы 5-ші және 6-ші есептерді қарастырайық. 5-ші есеп бізде теңдеуді шешіп, оны тексеріңіз дейді. Берілгенін алдымен жазып алайық. Ал бастаймыз. Бұл жерде амалдардың соңғысынан бастап оң жақ өткізіп бастаймыз. Теңдеуді шешуді сіздер өте жақсы білесіздер. Демек, оған дейінгісін көшіріп жаздым. Ең соңғы амал азайту. Онда бірінші кезекте оны оң жақ өткіземіз. Қосу ретінде, өткені әріптен кейін тұр бұл сан. Сонымен оны есептейтін болсақ, мәні 60-ға тең екен. Келесі амал бізде жақшаны өзгеріссіз жазып аламын. Көбейту амалы ол оң жаққа бөлу болып өтеді әрқашан. Есептейік, қаншаға тең? Мәні әрине 20-ға тең. Ең соңғы амал бізде қосу амалы, оң жаққа әрқашан азайту болып өтеді. Оны есептейтін болсақ, мәні 13-ке тең болады екен. Тексеріп көрейік. Берілгеніне апарып, 3 жақшаның ішінде 13-ке 7-ні қосып, одан азайтатын болсақ 24-ті тең болама 36-ға. Әрине, жақшаның ішін есептейтін болсақ 20, оны 3-ке көбейтсек 60, 60-тан 24-ті азайтатын болсақ 36. Оң жақ және сол жақтары өзара тең болды. Теңдеудің түбірі дұрыс табылды деген сөз. 5-ші есебімізді аяқтадық. Ең соңғы 6-шы есеп бізде мәтінді есеп екен. Мектеп асханасында кезекшілік тағайындау үшін әр топта қыз балалар саны мен ер балалар саны бірдей болатындай етіп 145 қыз баладан және 116 ер баладан топтар құру керек. Осындай топтардың ең үлкені қандай болады? Топтар құру туралы есеп болатын болса, бірден естеріңізге түсіріңіздер, біз табуымыз керек ең үлкен ортақ бөлгішті. Осы екі сан үшін, яғни 145 пен 116 сандарына. Ал тең деп қойып, екеуін де жіктеп алайық. 145 тең және 116 тең деп қойып, бағандарын сызайық. 145 және 116 сандары. Бастайық. 145 саны 3-ке бөлінбейді екен, 2-ге бөлінбейтіндігі анық, өткені тақ сан. Келесі жай сан 5-ке бөліп көрейік. Мәні 29-ға тең болады. 29 дегеніміз жай сан, өзіне бөлеміз. 1. Аяқтадық. Көбейтін түрінде жазатын болсақ, 5 пен 29-дың көбейтіндісі. Келесі 116 саны жұпсан, бірден 2-ке бөлеміз. Мәні 58-ге тең. Бұл да жұпсан, ойланбастан 2-ке бөлеміз. Мәні 29-ға тең. Бұл 29 саны жай сан, өзіне бөлеміз. 1. Аяқтадық жіктеп. Енді көбейтін түрінде жазатын болсақ, 2 көбейту 2 және 29 сандар. Ең үлкен ортақ бөлгіш табу кезінде екі жақта да бар, және олардың ішінде кішісін таңдауымыз керек. 29 сандар өзара тең, бірден 29-дың өзін таңдаймыз. Демек, жауабы да бізде әр топта қыздар мен ұлдардың саны бірдей 29-дан болуы керек екен. Есебіміз аяқталды. Осымен, құрметті білім алушылар, біз сіздермен 1-ші тоқсанның жиынтық бағалау тапсырмаларының барлығына шолу жасап біттік. Сіздерге әр есептің шешуі түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беріледі. Ал видео ұнаған болса, міндетті түрде достарымызбен бөлісіп, каналды жоғалтып алмау үшін оған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.